Ассалаумағалейкум, армысыздар, қымбатты жамағат. Мен Нұрдәулет Есағазы, Қазақтың мінезі YouTube каналының жүргізушісі. Сіздермен бүгін мына мәселені талқылайын деп отырмын. Жақында ғана әлеуметтік желіде бас мүфти Наурызбай қажының қазақтағы әруақ қолдасын деген таным түсінігіне қатысты пікірі жарияланды. Ол яғни олай айтуға болмайды, дінге бұл Аллаға серік қосу болады деген мағынадау деймін, менің түсінгенім. Соған енді көптеген шу болды, айтыстар болды, пікірдің қайшылығы болды. Қазақтың мінез жайында, болмысы, дүние танымы, түсінік жайында пікірлер айтып, осындай канал жүргізіп жүргендіктен әруақ қолдасын сөзіне қатысты өзімнің азаматтық пікірімді білдіруді міндет санадым. Бүгін ол кісі райынан қайтып, әруақ қолдасын деген сөз ешқандай шариғатқа қарсы емес деген пікірді қайтадан білдірді деді. Оған іште қуанып отырмын. Басқаға тиіссе де қазақта біз қазақ өзінің әруаққа тиіскенін қаламайды. Қазақтың әруақ деген таным қазақ үшін өте құрметті бір аяулы дүниесі. Сондықтан да ол кісінің райынан қайтқаны жақсы болды. Енді діннен де бір аздаған хабарымыз бар. Дінтанушы мамандығын игермесек те қорытқан пікіріміз бар. Сол жайында мен қазақтағы жаңағы атауға қатысты, әруақтың қолдау-қолдамауына қатысты пікірімді айта кетейін. Ештен кеш жақсы дейді ғой, кеш болса да. Енді былай, қазақ сөзден жығылған халық емес. Қазақ сөзді біліп сөйлеген, сөздің төркінін түсінген. Мына жерде болып отырған таластың бәрі неден шығады десек, сөзді дұрыс түсінбеуден болып отыр. Қазақтағы бата берген кезде Алла оңдасын, әруақ қолдасын деп айтады қазақ. Қазақ осы оңдасын, қолдасын екі сөздің орнын ешқашан ауыстырмаған. Бұл деген бір адам дауласатын дүние емес, шынын айтып келетін болсақ. Қолдасын, оңдасын. Екеуі екі түрлі сөз. Екеуінің салмағы да, мағынасы да екі басқа. Ал жоқтан барды жасаушы, оңбай қалғанды оңдырушы, түзеуші, ол Алла. Алланы шебер дейміз ғой. Ол Алла тағаланың құзыретіндегі дүние екен. Сондықтан да қазақ оңдырушы Алла дейді, бар қылушы Алла, түзетуші Алла, жаратушы Алла. Қазақта бір жаман қарғыс сияқты сөз бар, оңбаған деген сөз. Оңбаған деген көп айтамыз, мағынасын түсінбей жүрміз ғой. Оңбаған деген сөз Құдайдан жаратылысы дұрыс оңбай жасалған. Ар жағында Құдай дұрыс жаратпай қойған, теріс жасалған жаратылысы мағынасында айтылып тұр да. Сонда оңбаған деген өте ауыр сөз екен, қараңыздар. Тексіз деген сөз, яғни тегі жоқ. Тегі болған күннің өзінде жаңағыдай тегінен қисық жаратылған жаратылыс деген мағына беріп тұр. Сонда біз сөздің мағынасын түсінуіміз керек. Ал енді қолдауған, әруақ қолдауға келетін болсақ, қолдау деген сөз жай бір көмек көрсету, дем беріп жіберу, демеп жіберу мағынасында ғана сөз. Мысалы, мен бір сайлауға түссем, маған бір көмек қажет болса, мен таныстарыма, жақындарыма, дос-жарандарыма айтам, туыстарыма, мені қолдап жіберіңіздерші, маған қолдау керек деген сияқты. Қолдау деген бар болған сондай нәрсе. Сонда қазақ осы екі сөздің орнын ешқашан ауыстырып қолданбаған. Қазақ яғни Құдай қолдасын, әруақ оңдасын деп айтпаған. Себебі әруақтың оңдамайтынын біліп отыр. Түсініп отырсыздар ма? Оңдаушы Алла тағала. Әр нәрсенің функциясын, әр нәрсенің құдірет, қарымын сезініп барып айтып отыр да қазақ. Енді осыны біз сөз түсінбейміз. Сөзіміз қисық. Абай айтпақшы, сөз түзелмей, тыңдаушы да түзелмей отыр. Сондықтан дауласамыз жетіп кеп жаңағындай нәрсеге. Енді әруақ сөзіне келейік, қолдасын менен оңдасын түсінікті деп ойлаймын. Қазақта жалпы дінде әруақ деген нәрсе бар дейді. Ол барлық дінде де бар. Адам өзін өлімге қимайды, мәңгілік жоғалып кету дегенді қаламайды. Сондықтан адам өлмейді, адамның рухы өлмейді. Абай айтады ғой, мен өлмекке тағдыр жоқ әуел бастан деп. Немесе менікінің айырылған өлді деп ат қойыпты өңшің надан деген сияқты. Демек адам өлмейді деп отыр. Ал енді қазіргі ислам дінінің түсінігі бойынша әруақтардың бәрі біреуге көмектескенді қойып өз жандарымен әуре болып, барзақ деген әлемде қабір азабын тартып қиналып жатыр, немесе басқаша күйде жатыр деп айтады. Ал қазақтың танымында әруақ дегенде бір қасиетті, Құдайдың сүйген, Құдайға жаққан бір мінезіменен әулие, сондай адамдардың әруағы көмектесе алады деп сенеді қазақ. Яғни жер бетінде жүрген адамдарға
үнемі қолдау көрсете алады деген мағынада қазақ сенеді осыған. Сондай адамдардан медет тілейді, жәрдем тілейді. Сонда олардан жаңа жоқ нәрсені жаратып бер деп сұрамайды. Менің қабыл қылмай жатқан дұғамда қабыл етуін тілеп берші Алладан дейді. Не үшін олай сұрайды? Себебі Алланың жақсы көрген құлдары деп айттық жаңағы әруақтардан. Бұл дінде жоқ нәрсе емес, дінде бар нәрсе. Тауасыл деген нәрсе бар. Яғни араға түсіп жаңағындай құрал ретінде, жалғап жүруші ретінде дұғаларды жеткізуші мағынасында. Мысалы қазақтың ана бабалар сөзі деген 100 том бар, бүкіл ауыз әдебиеті фольклорының жиынтығы бар, сондағы жырларды қарап отырыңыз. Әруақты қолдасын, әруақ қолдасын деп келеді. Байбөрі деген бай бопты, Алпамыс батырды, иә. Бес түлігі сай бопты, бір балаға зар бопты, үстіп Құдайдан сұрапты, Құдай бермей қойыпты. Содан ақыры жүріп жаңа бір жерге барып, әруақтардың басына түнепті. Сөйтіп әруақтардан сұраған екен, ана Алла тағаладың сүйікті құлдарысыңдар ғой, маған бір бала сұрап беріңдерші деп. Алла тағала жаңағы байбөрінің тілегін қабыл көрмесе де, құп көрмесе де, дұғасын алмаса да, ана өзінің сүйікті құлдары, мына құлыңа бір бала берші деп сұрағаннан кейін, солардың құрметіне, солардың дұғасын қабыл етіп, байбөрге бір бала беріп дейді. Бұл нәрсе тағы былай да бар. Мұсылман үшін қылған дұғасы қабыл болады деген бар. Яғни мен бір кінә жасаймын, дұға қыламын, жаңа кінәм үшін маған дұғам қабыл болмай қалуы мүмкін, мен бір күнәһар болсам. Сосын мен жаңағы бір адамнан сұрай, мен үшін дұға қылшы деп. Ол адам мені кінәмді арқаламайтын болғандықтан, менің тілегім оның аузы үшін кінәсіз ауыздан шыққан болып есептеледі. Кінәсіз ауыздан шыққан дұға қабыл болады деген бар. Сонда мен үшін жаңағы адам мына құлыңа бір көмектесші деп дұға қылса, ол тіпті әулие болмай-ақ қойсын, жай бір мұсылман. Оның дұғасы қабыл болуы мүмкін да мен үшін. Мүмкін ол өз үшін қылған дұғасы қабыл болмайтын шығар, бірақ мен үшін қылған дұғасы қабыл болуы мүмкін. Себебі адамның кінәсін адам арқаламайды ғой. Бұл бір жағы адамдардың бір-біріне жаңағы көмекші болатын, бір-біріне қолдау көрсету керектігін насихаттап тұрған діндегі үлкен бір концепция. Адамның күні адаммен екенін көрсететін. Енді әруақ деп қазақ осындай қолдаушы, жақсы бір рухтарды айтады деген мағынада айтып отырмын. Қазақта жаңағы әруақты ерлер деген бар. Ол әруақты ереді деп айтып жатады. Әруақты ер деген үнемі жебеушісі, қолдаушысы бар артында. Сондай бір мистикалық күштері бар жанында жүретін. Сондай адамдар деп отыр. Қорғаны бар деген. Енді бір нәрсені түсінуіміз керек. Аллаға серік қосты дейтіндей, бұл жерде ешкімде Аллаға серік қосып тұрған жоқ. Себебі бәрі Алланың қалауымен болып отыр. Алла тағала берсе береді, бермеймін десе бермейді, кім сұраса да. Алла тағаланың қалауынсыз ештеңе де болып тұрған жоқ бұл жерде. Бәрі Алланың қалауы, Алланың рұқсатымен болады да. Сондықтан да серік қосу емес. Сөз түсінетін адам, қысқасы, сөз түсінетін адам. Бұл жерден бір үлкен проблема тауып, діннің, шариғаттың мәселелерінде қазақты сүріндіріп, қазақты жаңылдыға балап, қазақты діннен дұрыс жолын ұстамаған басқа адасып жүретінді көрсетудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Қазақ үшін әруақтың орны ерекше. Біз сондықтан да әруақты құрмет көреміз. Ол бірдеңеге құрмет көрсету деген жаман нәрсе емес қой жалпысы. Басқа халықтар, басқа ұлттар мүмкін осыны құрмет көрсету мәселесін жоғалтып алған шығар көптеген салада. Бірақ қазақ осыған мұқият қарайды, бек қарайды. Сіздермен болған Нұрдәулет Есеғазы, Қазақ мінез каналы. Видео ұнаса лайк басыңыздар, таратыңыздар. Ұнамай жатса пікірлеріңізді жазып, өздеріңіздің талқыға салыңыздар.